Өмір бумеранг. Күйеуі қақаған қыста әйелін 5 айлық баласымен қуып шыққан. 25 жасымда мен тұрмысқа шықтым. Ол менен 5 жас үлкен болатын. Бәрі жақсы болды. Күйеуім мені жақсы көруші еді. Мен 28 жасымда жүкті болдым. Ал 7 айдан кейін күйеуімнің менен 7 жас кіші сүйіктісі бар екенін білдім. Ол өз ісімен, бизнесімен және әртүрлі сылтаулармен үйге қонбауды әдетке айналдырды. Мен некені сақтау үшін ол туралы білетінімді білдірмедім. Ал менің шағымданатын, жылайтын ешкімім жоқ еді. Мен өзім балалар үйіненмін. Қызым дүниеге келді, тынышсыздау болды. Түнде жиі жылайтын, ол ұйықтай алмайтынын айтып, бізде бір бөлмелі пәтер болғандықтан ағасына кетіп қалатын. Мен оны қалағандықтан бәріне төздім. Некемізді сақтау үшін барлық мүмкіндікті жасадым. Ол мені ақылсыз, қорқынышты, толық екенімді, босанғаннан кейін 10 келі салмақ қосып алғанымды, өзінің достарының әйелдері әрқашан жақсы көрінетінін, жақсы киінетінін және менің жетім екенімді айтып бетіме басатын. Ол маған қол көтеруді бастады. Тіпті мені үйден қуып шығара бастап, бірақ баратын жерім жоқ, бізді көшеге шығармауын өтініп, тізерлеп жылайтын едім. Мен декреттік демалыста болғам. Болмашы тиын аламын, сүтім таусылды, ал ол азық-түлік үшін ақша беруді тоқтатты. Ол үйден тамақ ішпейді, кейде үйге ұйықтап, жуынып, киім ауыстыру үшін ғана келетін болды. Бұл 5 айға созылды. Сосын бір әдемі күні ол өзінің сүйіктісімен келіп, менің заттарымды жинап кетуге жарты сағатым бар екендігін айтып ескертті. Себебі пәтер соның атында еді. Мен жылап, бізді қуып жібермеуін өтіндім. Ол айқайлады: "Сен мына қызға қара. Ол қыз өте әдемі, сымбатты, қымбат киімде және сәнді шашты болатын. Мен сенімен қалай өмір сүре аламын?" Сонымен аязды қыстың кешінде пәтерден 5 айлық сәбиімді құшағыма қысып сыртқа шықтым. Сол күні есімде жақсы сақталып қалды. Сыртта қараңғы, кешкі сағат 7, аздап қар жауып, шамдар жарқырап тұр. Мен күзгі етікте, жұқа киімде тұрмын. Бір қолымда заттар салынған кішкентай сөмке, бір қолымда қызым. Менде балалар арбасы да болған жоқ. Ол маған ұялы телефонды да бермеді, өйткені оны сатып алып берген өзі еді. Қайда бару керек? Мен енді жыламадым. Менде жылайтын ештеңе де қалған жоқ еді. Баратын жерім болмады. Декретке дейін мен ауруханада медбике болып жұмыс істедім. Амалсыз сол жерге бардым. Мен кезекші дәрігерден ауруханада түнеуге рұқсат сұрадым. Маған рұқсат етілді, бірақ бір түнге ғана. Таңертең ломбардқа барып, алтын сырғаларым мен алқамды өткіздім. Сол күні ағаш үйде тұратын бір орыс кемпірдің бөлмесін жалға алдым. Мария Сергеевна, үйдің қожайыны, менің әңгімемді естіген соң балама көмектесетінін айтты. Өзінің ұлы қайтыс болған екен. Жұмыс табу қиын болды. Жоғарғы білімі жоқ. Оқуымды 1 жылға бітірген жоқпын. Міне тағы соққы болды. Күйеуім маған келіп, көлік үшін несиені мен төлейтіндігін айтты. Себебі несие менің атымда, ал машина күйеуіме берілген еді. Егер мен баланы қолдауға жүгінсем, сот мені ата-аналық құқығымнан айырады. Өйткені менде баспана да, тұрақты табыс та жоқ. Мен балық дүкенінде тазалаушы болып жұмысқа тұрдым. Кешке кафеде ыдыс жуамын. Түнде шұғыланып тоқып, оларды базарға саттым. Суықта балон куртка мен күзгі етікте тұрдым. Кешке базардағы шіріген көкөністер мен жемістерді сұрыптап, шіріктерін кесіп тастап, үйге алып келетінмін. Мен қымбат көліктерде отырған әйелдерге қызыға қарайтынмын. Бәрі әдемі, олар бақытты, қыстық киімдері бар, олар аш болмайды. Мария Сергеевна қызыммен отырғаны үшін көп рахмет айттым. Мен түнгі бірде үйге келетінмін, қызымның заттарын жуып барып жататынмын. Ал таңғы 4:30-да жұмысқа бару үшін тұратынмын. Мен тойып тамақтана да алмай, жиі ауырып, үнемі мең-зең болып, басым ауырып жүретін. Менің көруім де төмендеп 18 килограмға арықтап кеттім. Қолдарым дірілдеп, бет әлпетім
көкшіл түске оранған еді. Күшім болмады, бірақ мен баламды балалар үйіне апарғанын қаламадым. Оның не екенін жақсы білетінмін. Мен пәтерлерді тазартып, кіреберістерді жудым. Осылайша 4 жылдай өмірім өтті. Мен басымнан өткерген қасіреттің бәрін толық сипаттамаймын. Қорлау, азап, аштық, көз жасы, автомобильге несие беру, осының бәрін денсаулығыммен, көз жасыммен төледім. Өмір тез өзгере бастады. Құдай маған бір әйелді жіберді. Мен тазартқан элиталы пәтердің қожайыны маған аяушылықпен қарап, өзінің хатшысы болып жұмыс істеуді ұсынды. Ол маған киіміме аванс берді. Қызымды балабақшаға орналастыруға көмектесті. Бәрі жақсара бастады. Мен компьютерлік курсқа түстім. Колледжді заңгер мамандығы бойынша бітіріп алдым. 2 жылдан кейін мені жоғарылатып менеджер болдым. Содан кейін ірі компанияда коммерциялық директор болып орналастым. Үлкен жалақыммен 3 бөлмелі пәтерді ипотекаға тіркедім. Машина сатып алдым. Үйді евро жөндеуден өткізіп, жақында қызыммен Италия, Францияда демалып қайттым. Менің қызым жеке мектепке барады, ештеңеге мұқтаж емес. Мария Сергеевнаны әже деп атайды. Біз оған көмектесіп, қонаққа барып тұрамыз. Міне тағдыр, мен саяжай сатып алғым келіп, жарнама қарап отырғанмын. Моншасы бар саяжай сатылады екен. Пәтер иесі әйелмен телефон арқылы хабарласқанымда, саяжайды тез арада сататындығын айтты. Өйткені үлкен қарыздар мен кейбір мәселелерге байланысты шұғыл ақша қажет екен. Саяжайға құрбым және қызым үшеуміз бардық. Үйден кім шықты деп ойлайсыздар? Менің бұрынғы күйеуім мен баяғы сүйіктісі. Күтпеген кездесуден мен де олар да состиып тұрып қалдық. Мен оларға қарап тұрып, өткен жылдарымды көз алдымнан өткеріп жаттым. Сол қыстың кеші, аздап қар жауып, шамдар жанған кез, мен жұқа киіммен, 5 айлық баламмен және қалтамда тиын тебен, қайда барарымды білмей дал болып тұрмын. Ал қазір мен қымбат көліктің жанында, қымбат тонмен әдемі сымбатты кейпімде тұрмын. Ал ол шашы жоқ тас шартиған кейпімен кемі 100 келі болатын семіз әйелімен. Осылай 10 минуттай үнсіздікте тұрдық. Сіз менің не істегенімді білесіз бе? Мен оның қасына барып, оның бетіне түкіріп жібергім келді. Жылдар бойы жиналған барлық ашу ызамды төккім келді. Ол тіпті қозғалмады да, жолда көзімнен жас парлап келе жатты. Қайта-қайта Аллаға сансыз шүкірлігім мен рахметімді жаудыруда болдым. Ешқашан үмітсіздікке салынбаңыз, ешқашан мені естисіз бе? Өмір өзгереді және сізде бәрі де болады. Білім алыңыз, жұмыс жасап, жақсылыққа ұмтылыңыз. Қайталаймын, ешқашан берілмеңіз және өзіңізді қорлауға жол бермеңіз.